Короче, достар, видеоны бастай айтып кететін жағдай. Егер деген дауыстар естілген болса, ренжімеңіздер. Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге мен Рома, және де бүгінгі видеода бізде подписчиктің сұранысы бойынша подписчиктің сұранысы бойынша видео болады, туториал болады. Я енді мына фонға енді мән бермей қойыңыздар. Сол туториал болады превью жасаудан. Оны негізі көбісі біледі деп ойдам, бірақ бір подписчиктің сұранысы бойынша шығарып отырмын. Негізі өзім шығарым келмеген. Так, ал енді өзіміздің видеомызға кеттік. Готе, давайте. Мен өзімнің позам скинсеттен жасап аламын. Енді мен аид стилде жасамаймын. Аид стилде жасағанды көрсетесеңіздер, осы видеоға 1000 лайк жинап кетеміз деп қойып кетсең, иә. Осы жақта плюсикті басып, ең астында тұрғанды басып, өзіміздің суретімізді таңдаймыз, скинімізді, яғни жаңағы лайкқа келсек 30 лайк жинап кетеміз. 30 лайк жинасаңыздар, мен точно ұнаған білеміздер. Осы скиніміздің астыңғы жағында андай бір үлкейтетін затқа ұқсаған зат тұрады. Соны басамыз, мынандай болып шығады. И біз сол мынандай нелерін алып тастай аламыз. Мен қазір дұрыстап қойып алайын. Міне былай бетіндегі шаштарын алып тастай аламыз, но бізге ол керек емес, наоборот, оны қосып қоя берсеңіздер болады. Біз өзімізге поза жасаймыз былай. Адам қолын, аяғын, басын, денесін бүкілін қозғалтып өзімізге керек позаны жасаймыз. Өзімізге керек позаны жасаған соң, біз оны скриншот түсіріп аламыз. Мен қазір өзіме жасап алам поза. Так, осы болады, наверное. Осын жасап аламын. Осылай скриншот жасап аламыз да приложениедан шығамыз. Келесі приложение бұл бізде Eraser деген Play Markеттен өткізуге болатын приложение. Скинсетті де өткізе аласыздар. Соқтың жаңағы скриншот таңдап аласыздар да, өзіңізге керек жерлерін қалдырып, керек емесін кесіп тастай аласыздар. Сол жерлерін кесіп алып, и менде қазір проблема болып отыр. Осылай кесесіз өзіңізге керек қылып, и біз оны өзімізге сохранить етеміз. Сохранить еткен соң келесі приложениеға кіреміз. Келесі приложение бұл бізде Pixel Lab. Менде мынандай стил бар, и бұл бізге керек болады. Бұны YouTube'да қарап тауып алсаңыздар болады. Приложение Play Marketте бар. Демаламай қалдым ғой. Осы жаққа өзіміздің текстін жазып аламыз. Мен осы видеоға превью жасап жатырмын, и видеоны түсіріп жатырмын да. Офигенно просто ше, неғып бағаламайсыздар еңбекті. Осы видео 30 лайк жинап кетеміз. Келесі аид стилда, стил айтамайым. Сол стилда превью жасап үйрететін боламын. 30 лайк, и все, үйрететін боламын. Мынақта өзіңізге керек нені жазып аласыз. Мен мынаның размерін үлкейтпесем өте кішкентай. 32-25. Нормально негіз болады, но басқасында көрек үлкендеу қалып 2000 болмай қалады. Тоқта, 128-де 1 дейді. Ё-моё, не болып қалды. Болмайды нау. 1-ден 10, 1-де 1, 1-де 10 қалай. 120-да 1 жоқ, ол келмей қалады. Так, 1-де 1. 1-де 1 нормально, Осыны енді ортасына келтіріп, тексті әдемілеп, істеу керек қой. Ойбай. Маған сөйлеу қиын болып отыр, неғып екен. Озвучка жасасам, осы сөйлеу қиналып кетем, бірақ сөйлеуден ше. Білмеймін. Неғып.
әйтеуір осылай текст жасап аламыз. Короче, мен тездетіп тастаймын, әйтпесем мына жақта мен не айтарымды білмеймін, мына жақта сөйлей беремін, өйткені ұзақ жасадым мен бұл текстті ше. Короче, текстімізді әдемілеп жасап болған соң біз оны сохранить етеміз. Төбедегі бір затпен андай бір флешкаға бір нәрсені сурет тұрады, сонымен сохранить етеміз де келесі приложениемізға кіреміз. Короче, бұл приложение менің өте көп уақыт қолданған шедеврлер жасаған приложение. Бұл жерде біз ширина 1280, высота 720 қыламыз, өйткені бұл ютубтағы превьюдің несі. Біз қазір өзімізге фон таңдаймыз. Жоқ, бұл жерде болмайды фон. Менде бұл жерде аз фондар, короче. Фондарды тоже ютубтан қарай аласыздар. Мен қалдырмаймын ешқандай затқа ссылка, өткені менен ондай зат істеуге ерінен просто уақыт құрту деп ойлаймын. Короче, ютубта толып атыр ондай. Артта дауыстарға мән бермеңіздер, короче. Міне мен осы фонд таңдадым. Осы фонд таңдадым. Және келесі біздің өзіміздің позамыз таңдаймыз. Жаңағы жасаған Ерасер дейтін папкада тұрады. Арттағы дауыстарға мән бермейміз. Короче, өзімізге әдемілеп қойып аламыз. Мен осылай қоямын. И біз өзіміздің, мен мысалға осы видеоға превью жасап жатқан соң мен қосымша заттар қосатын боламын. Бұл жақтағы файлдар сізге қатысы жоқ. Міне мынау менің алдыңғы видеомның превьюім. Осыны алып аламын. Осыны былай қоям. Я осылай қоям. Шөлдеп кеттім барып. Осылай қоям да, сосын тағы бір превью алам мен қазір. Так, мына жерде таңдап алайын қазір. Короче, мынаны алам. Мына превьюімді алам да. Осыны алып қоям. Былай аламыз и былайында қисайтып қойып қоямыз ғой. Короче, қойып қойған соң текстіміз қоямыз. Текстімізді қоямыз, ол бізде Pixellab деген папкада тұрады. Иә, Pixellab міне тұр. Маған мынандай болып тұрған ұнамайды, 3 текст қатарынан. Сол үшін мен кішкене былай ұзартам и короче, солай ұзартам. Даусым естілмей қалды ма? Жаңа. Что за микрофон? Болды ма? Иә, болды, короче. Ұзартам. Тағы ұзартып өзіме әдемілеп қойып алам. Өздеріңіз қалай істегілеріңіз келеді, солай істейсіздер. Иә, сол, короче, так. Мына жақта мен өзімнің позамды копировать етемін. Және мен бұған артынан освещение деймін, не сондай жасайын деп жатырмын. И мынау тұрған бір затты аламыз да осылай полностью алып қоямыз, ағартамыз, короче, осылай әппақ қылып тастаймыз. Міне осылай әппақ қылып тастаймыз. И мына карандашты басып, копировать еткен жерден оны вставить етеміз да, былай кішкене алтыға қозғаймыз, артында андай әппақ сызықтар шығады. Я, бұл өте әдемі сызықтар, өте топовый сызықтар, короче. Сосын мен не істеймін, так, бүкіл негемде позаны қосам бір-біріне екеуін. И мен мынандай не істейін деп жатырмын. Или бұл керек емес. Короче, бір позаны аласың да не істеп, әдемі жересің ғой. Болдырып алып. Жоқ, бұл негіз керек емес, иә. Керек емес, алып тастай салам. Бұны кейін істейтін боламын. Короче, енді мен осы позамда светлый қылайын деп жатырмын. Короче, светлый қылып қоям, өте әдемі көрінеді. Сосын мына превьюларды светлый қылып қоямын. Короче, сондай қылып қоям. Өте әдемі көрінеді, өте әдемі көрінеді.
өзіме ұнайды. Короче, ана текстті копировать етіп алып, кішкене үлкейтіп ана текстін ішіне қоямыз, и ол текстті астына шығарып жібереміз. Мынандай фигня шығады бізде. Бұл фигняны біз алып прикрытие деп қоямыз. Сол кезде кішкене болсын әдемі болады. Мындай тексттің артында бір хуйнялар, кешіріңіздер. И мен кішкене шетіне қара қосамын да, бүкіл затты бір-біріне қосып тастаймын. Бүкіл көрініп тұрған заттарды бір-біріне қосып тастаймын деп ұжынады. Тастаймын да, короче, енді бағанағы істейміз. Копировать етеміз. Бірінші пустой слой создать етіп алып копировать етеміз. Копировать еткен соң біз оны мынаны бұлдыр қыламыз. Бұлдыр қылған соң ананы вставить етеміз. Вставить етіп, короче, оны астына жіберіп, ал ана бұлдырды біз аламыз, прикрытие етіп тастаймыз. Ой, мен осветление деп қойыппын. Короче, прикрытие деп қоямыз. Міне әдемі өзіміздің превьюіміз шықты. Ал енді осымен біздің өзіміздің туториалымыз бітті. Сендермен бірге болған мен Ерома. Видео ұнаған болса лайк басамыз, арнаға тіркелеміз, коммент жазамыз. Давайте осылай сохранить етеміз де. Короче, давайте